Сәлеметсіздер ме? Мен каналыма қош келдіңіздер. Осы каналда мен сіздерге зейнетақы және зейнетақы жүйесі жайлы қарапайым тілмен түсіндіріп отырамын. Сонымен қатар мен зейнетақы бойынша консультациялар беремін. Осы видеода мен сіздерге зейнетақы рәсімдеудегі 5 негізгі қателік жайлы айтып берейін. Бірінші қателік ол құжаттарды реттемей тура сол күйінде өткізе салу. Яғни сіздер егер құжаттарыңызды реттемей дұрыстығын тексермеген жағдайда сіздердің зейнетақы мөлшерлеріңіз сіз қаламағандай мөлшерде шығады. Сол себепті зейнетке шығатын алдында соңынан құжаттардың тізімін алып, сол бойынша реттеп, оның дұрыстығына көз жеткізуіңіз қажет. Екінші қателік ол еңбек кітапшасындағы мағлұматтардың дұрыстығын тексермеу. Сонымен қатар диплом, жаңағы балдардың туу туралы куәліктері, әскери билет, осылардағы сіздің аты жөніңіздің дұрыс жазылғандығын тексеру қажет. Сонымен қатар еңбек кітапшасында түзетулер болмауы қажет. Ол түзетулер болған жағдайда архивтен анықтама алуыңыз керек. Печать көрінбей қалуы мүмкін, немесе печать дұрыс болмауы мүмкін. Бұл кезде де архивтен анықтама алу керек. Сонымен қатар түзетулер болған жағдайда да архивтен анықтама алып, жаңағы мағлұматтардың дұрыстығын тексеріп алуыңыз қажет. Сонымен қатар растату қажет. Егер бұны жасамаған жағдайда сіздердің еңбек өтілдеріңіз ескермей қалады. Сол еңбек зейнетақы мөлшеріне әсер етеді. Үшінші қателік НПФ-тағы сумманы ескермей 30 айлық табыс ретінде кез келген қатарынан тұрған 36 айды көрсете салу. Егер сіз 2022 жылы шығатын болсаңыз, сіз сол жылғы нормативтік көрсеткіштер бойынша сәйкес болу керек сіздің жаңағы 36 айлық табысыңыз. Егер төмен болса да, бірақ сол 3 жылға жақсы периодты таңдауға тырысуыңыз керек. Егер болмаған жағдайда сол периодты толықтырып, жақсы зейнетақы алу үшін реттеуіңіз қажет. Төртінші қателік зейнеткерлікке құжаттар рәсімдеу кезінде сізге қателіктеріңізді көрсетіп береді деп ойлау. Егер сіз зейнет жасына толып және құжаттарыңызды тапсыратын кезде сіздің құжаттарыңыз дұрыс болмаған жағдайда сіздің құжатыңыз дұрыс еместігін ешкім сізге айтпайды. Сол себепті 6 ай бұрын жаңағы құжаттарыңызды реттеп, сонымен қатар көрсеткіштеріңіздің төмен болып қалмауын ескеруіңіз қажет. Бұл тікелей зейнетақы мөлшеріне әсер ететін көрсеткіштер болып табылады. Және 5-ші қателік болашақ зейнеткер жеңілдігі бар санаттан болса, оның зейнетақысы жоғары болады деп сену. Бұл өте қате пікір, себебі зейнетақының басты құрайтын мөлшері ол 36 айлық табыс. Яғни табысты болған кісілердің зейнетақының суммасы жоғары болады дегенді түсіну қажет. Консультация бойынша маған хабарласыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Каналыма тіркеліңіздер. Сау болыңыздар.